Барлықтарыңызға сәлем достар. Апталық разборды бастасақ, жалпы келесі аптаға деген менің ойларымды, менің анализдерімді қазір полностью айтып беретін боламын. Мен графикке қараған жоқпын, қазір сіздермен бірге отырып, жалпы анализ жасайтын боламыз. Как всегда, алтыннан бастайық. Алтын недельный таймфреймді қарайық. Недельный таймфреймде, в принципе, ештеңе көре алмайсың ада. Только өсіп жатыр. Басқа ештеңе айта алмаймын. Так, дневной таймфреймге кірсек, уже мына жақтан более-менее понятный картинка шығады біздің алдымыздан. Соңғы движениясы бізде алтынды там имбаланстың ішіне кіріп тест жасады, осыдан кейін әдемі өсіп жатыр. Дальше кететін сияқты. Жалпы историяда тоже ондай болған. Мына жерде бізде соңғы рет тоже дневной имбаланстың ішіне кірген, одан кейін көрдіңіздер қандай үлкен өсім болған. Мына моментте не болды, бізде имбаланстың ішіне кірді и ликвидностьтің снятиясы болды. В принципе, негізі өте лонгқа қатты ұқсап тұр. 4 сағаттыққа тоже бір қарап көрейік, бізде не болып жатыр екен. 4 сағаттыққа кірейік, в принципе, мыналарды өшіре салайын, уже түсінікті. 4 сағаттықта бізде баға мына жақтағы IFVG-дан әдем реакция алып негізі өскен осы зонадан. И мына зонадан тоже имбалансты. 4 сағаттық имбаланстар негізі четко жұмыс жасайды. Мына жерден имбаланстан реакция алған. И бізде соңғы момент тоже мына жерде снятие ликвидности болды. В принципе, қазір баға жоғары қарай направляция етіп жатқан сияқты. И мына жерде бізде имбалансты бұзып өтті. Мұнан бәрі негізі лонгқа факторлы. Так, 1 сағатты қарап көрейік. 1 сағат. Мына жерде тоже снятие четкий ликвидность. И 1 сағаттықтан біз order flow көре аламыз. Яғни қарасаңыздар, жоғары қарай баға астыңғы ликвидностьтар шешіп бара жатыр. Тоже мына жерден бір қарасақ болады. И келесі цель бізде мына ПТХ болу керек негізі. Мен ойлаймын, уже сразу таңертең рынка ашыла сала, баға уже Азия сессиясында мына ликвидностьқа жетіп қояды, ПДХ-ға. Если жетпеген жағдайдың өзіне, мына жерде бізде IFVG-дан дальше үстіне кететін сияқты. Мен ойлаймын, сразу ашыла салып кетеді жоғары қарай. Алтын бойынша контекст супер лонговый, бірақ мен таңертең Азияда торговать етпеймін, күтем. Жалпы европейский сессияда сағат 11-12-лерде қандай модель береді, жалпы соған қарай көреміз. Если там ПДХ шешілмесе, біз европейский сессияда осы ПДХ-ға целить ететін боламыз. Жалпы алтын бойынша ойлар осында, евро-долларға өтейік енді. Евро-доллар тоже недельный таймфреймден бір қарап өтейін. Недельный таймфреймде. Недельный таймфрейм евро-доллар бойынша бізде қарасақ, соңғы мына жердегі үлкен хайды шешкен еді. Одан кейін баға түсіп, астыңғы ликвидность шешіп, қазір үстіне, былайынша айтқанда бір боковикке түсіп қалды ма евро бойынша. Негізі мен астына кетеді деп ойлағам, что-то қазір кішігірім боковикке түсіп қалған сияқты. Дневной таймфреймге кірем, и дневной таймфреймде мен якобы бір кішігірім order flow көрген сияқтымын лонгқа. Мына жерде тоже снятие ликвидности болды, мына жерде имбалансқа. И мына имбалансқа уже неуважение жасап тастады, яғни мына имбалансты BPR бұзып тастап жатыр. Ал сіздер айтатын шығарсыздар, то есть үстінде тоже имбаланс бар ғой деп, но ол имбалансқа уже реакция болған, и ол өз жұмысын атқарып тастады, астына әкеп тастады ценаны. Біз соңғы моментке қарайтын болсақ, бізде мына жерден басталып жатыр движение. Мен ойлаймын, то что уже біз лонг направление дейміз, контекст лонговый, бізде цель осы хай болады, яғни осы buy side liquidity. External liquidity, осы buy side liquidity мен целить етем. Дальше өсуі мүмкін. Так, 4 сағаттықтардан тоже қарап көрейік. 4 сағаттықтан тоже бізде лонгқа деген факторлар өте көп. Мына жерде бізде как AMD модель сияқты болып жатқан сияқты, аккумуляция, манипуляция и distribution. Там жоғары қарай кететін. Так, мына жерде тоже бізде имбалансқа неуважение, там бұзып өтті, и бұл бізде как IFVG ретінде баға обратно тест жасап, осы жерден ликвидность шешкен. Қарасаңыздар, өте четкий жаңағыдай бізде жұмыс жасап жатыр техничный евро-доллар. И менде цельдар қазір жоғарыда, яғни мен бұны лонгқа қарап тұрмын евро-доллар бойынша. Ойлаймын, таңертең ашылғаннан сразу лонгқа кетеді шығар деп. Немесе кетпесе де ничего страшного. Біздер осы зоналарда жүргеннің өзінен по-любому европейский сессияларда жетіп беру керек осы цельдарға дейін. Часовой таймфрейм, часовой екеуі бір одно и то же. Цель лонг, именно евро бойынша. Так, евроны болдық, енді фунтқа өтейік. Фунт, евро бәрі бірден негіз. Так, дневной таймфрейм, фунтта бір жаманы мына жерде бізе эко лоу қалдырып қойғамыз, равный минимумы, что-то опасно, негіз баға келу керек. Но оған әлі біз слишком алыста тұрмыз. Соңғы момент тоже снятие ликвидности болды. И мына жерде бізде тоже ликвидностьтің снятиясы. Қарап отырсақ, кішігірім лонгқа қарай ұқсайтын сияқты. И үстіне цельдар, ПДХ, там үстіңгі цельдар, барлығын ала береміз. Так. Дәл сол евранкіндей снятие ликвидность болды.
Одан кейін барып былай қарап отырсақ, біз мына имбалансқа неуважение жасап тастадық, үстіне шығып алдық. Енді бізде былайша айтқанда кедергілер жоқ, бізде үстіңгі ликвидностьтар уже бізде как цель ретінде болып тұр. Мен ойлаймын, сразу өседі деген сияқты. Часовойға кіретін болсақ, часовойда тоже мына жерде order flow көре алады екенбіз. Ликвидность снятиясы и Азия ашылғаннан жоғары кететін сияқты. Order flow мына жерде имбалансы толтырған. Четко әдемі кетіп бара жатыр, и жоғары қарай сразу менің ойымша баға кететін сияқты. Мына жерде имбаланс болған, қазір реакция алып, дыңқ етіп үстіне қарай күтемін баған. В принципе, осы. Мен бірақ Азияда кірмеймін, айтып қойайын. Европейский сессияда кіретін болсам, өзім идеяларымды телеграмға жіберетін боламын. То есть телеграмға тіркеліп алыңыздар. Қазір описание қоямын ссылкасын. Осы жерде мен өзім идеяларыммен бөлсем, жалпы алтынға болсын, мынау кірген позицияларым до и после барлығын, жаңағы өмірімде барлығын осында салып отырамын. Сондықтан телеграмға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналға подписаться, лайк, поддержка сіздерден күтемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.